Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Сабағымыздың тақырыбы «Сен күртеше киесің бе?» Тема нашего урока «Ты одеваешь ли куртку?» Бүгінгі сабақта тыңдаған материалдардың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береміз. Оған сәйкес фото, сюжетті суреттерді, сызбаларды таңдап сипаттаймыз. Мәтіндегі тәуелдік, жіктік жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша қолданамыз. Ал енді сабағымыздың жаңа сөздерімен танысып болайық. Бас киім. Бас киім, головной убор. Бас киім. Күртеше, күртеше, куртка, күртеше. Жемпір, жемпір, джемпер, жемпір. Етік, етік, сапоги, етік. Киемін, киемін, одеваю, киемін. Пәлте, пәлте, пальто, пәлте. Белдемше, белдемше, юбка, белдемше. Ал енді жалғауларды қайталайық. Давайте повторим окончание. Тәуелдік жалғау. Окончание принадлежности. Етік. Так как слово имеет глухой звук в конце, при присоединении окончания тәуелдік жалғау глухой «к» меняется на «г» звонкий. Менің етігім, сенің етігің, сіздің етігіңіз, оның етігі. Жіктік жалғау. Личное окончание. Мен күртеше киемін. Я куртку одеваю. Окончание мән. Сен күртеше киесің. Ты одеваешь куртку. Сіз күртеше киесіз. Вы одеваете куртку. Ол күртеше киеді. Он одевает куртку. Сен бас киім киесің бе? Ты шапку одеваешь ли? Ол пәлте кие ме? Он одевает ли пальто? Тыңда, қайтала, оқа. Послушай, повтори, прочитай. Бас киім, жемпір, пәлте, етік, белдемше, мойын орағыш, это шарф, күртеше, шалбар, бәтеңке. Тыңдалым, слушание. Күн суық, на улице холодно. Мен далада ойнаймын. Я играю на улице. Бас киім киемін. Я одеваю шапку. Пәлте киемін. Я одеваю пальто. Етік киемін. Я одеваю сапоги. Әлібек далада ойнайды. Әлібек играет на улице. Ол бас киім киеді. Он одевает шапку. Күртеше киеді. Куртку одевает. Шалбар киеді. Брюки одевает. Бәтеңке киеді. Ботинки одевает. Ол ауырмайды. Он не болеет. Оның киімі қалың. Он одет тепло. Его одежда теплая. Оқылым, чтение. Суреттерге қарап, сөйлемдерді толықтыр. Смотря на картинки, дополните предложение. Мысалы, мен бас киім, жейде, күртеше, шалбар, бәтеңке киемін. Я одеваю шапку, рубашку, куртку, брюки, штаны и ботинки. Ал енді тексерейік, балалар. Давайте проверим свои работы. Сендердің де жауаптарың осындай деген ойдамын. Я думаю, что у вас ответы такие же. Айтылым, говорение. Суреттерге қарап жауап бер. Смотря на картинки, попробуйте ответить. Сен не киесің? Ты что одеваешь? Вместо вопроса «не»
Если вставим нужное нам слово, у нас получится ответ. Не забудьте применить личное окончание. Мен бас кием киемін. Ал енді балалар, жұмысымызды тексерейік. Давайте, ребята, проверим наши работы. Сендердің де жұмыстарың осындай болды деген ойдамын. Я думаю, что у вас ответы такие же. Жазылым, письмо. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды жаз. Вместо многоточия, дети, проставьте нужные окончания. Это задание выполняется письменно. Айтылым, говорение. Түсі қандай? Ойыны. Игра какого цвета? Диалог құрыңдар. Составьте диалог. Мысалы, күртешенің түсі қандай? Какого цвета куртка? Күртешенің түсі көк. Куртка синего цвета. Бұл тапсырма ауызша орындалады. Это задание выполняется устно. Сәттілік тілеймін, балалар. Удачи, ребята! Басбармақ әдісі арқылы сабағымызға кері байланыс жасауды ұмытпаймыз, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.